Құдайға шүкір бауырым, Құдай сені жарылқап, киелі маймен малап, ерекше өзінің рухымен рақаттандырсын. Құдайдың сөзі ерекше жүрегінде орын алып. Балқытсын сенің жүрегіңде Иса Біз Мәсіхтің жалғастырамыз. 90-шы забырды жалғастырамыз. 5-ші аяттан. Түнде сені қара түнек қорқынышынан, күндіз де қорықпайсың жау оғынан. Біз осы жерде тоқтағымыз келеді. Жақында біз Светлана Мағушы аян алып, осы сыйында Инстаграм арқылы, прямой эфирде. Сонда бір қарындасымыз бірнеше уақыт түнде қорқып, солай нетіп жүрген да, сондай әсіреп. Өлген адамдар, өлген кісілер келіп, түсінде қорқытып жүр екен. Бірақ та мен оны білмедім. Сол теледидар қараған кезде толықтай иеміз Иса Мәсіх біздер Мағуша Светлана екеуміз сыйған кезде, сол біздің қарындасымыз айтып болады, бостандық алған. Қазір ол рақаттанып, демалып, ұйықтап жүр. Содан кейін ол бізбен бөлісті. Сол куәлікпен. Құдай әке жүрегіме салды, айт деді. Осы жерде бір адам бар, ұйықтай алмай жүр. Жаман түстер жаңағы мазалап жүр деп. Сол арқылы, сол біздің сенуші бауырымыз, сол бостандыққа шықты. Құдай әкеміз жарылқап жатыр. Өйткені осы 5-ші аятта Құдай бізге уәде берді. Түнде дейді, сені қара түнек қорқынышынан құтқарам. Ол иеміздің уәдесі. Ол иеміздің уәдесі, және біз сыйған кезде иеміз ерекше осы сөзді іске асырды. Біз тек қана жай құралмыз. Ал бәрін жасап атқан, жаратқан ие. Иса Мәсіх арқылы, киелі рухыңмен. Сондықтан бүкіл мадақ бауырым кімге біз береміз? Құдай әкеге. Құдай әкеге, иеміз Иса Мәсіхке, оның рухына. Біз тек құралымыз, біз тек қана адамбыз. Сондықтан назарыңды тек қана жаратқан иеге қада. Ар қарай, күндіз де қорықпайсың жау оғынан. Мысалы, кер кезде адамдар қалай жоқ жерде ауырып қалады денелері. Ол сондай күтпеген жерден еңкейіп тұра алмай қалады. Оқ атқандай болады. Сондай менде біздің өмірімде естідім сондай куәліктерді. Бірақ та біздер сыйынған кезде, мысалы, тек қана біздер емес, басқа да сенушілер сыйынған кезде Құдай ерекше сондай адамдарды сауықтырып жіберді. Өйткені шайтан шабуыл жасайды. Шайтан от іспетті ауруды жібереді. Тұрмай, күтпеген жерде ерекше сондай шайтан нетіп, әсер етіп, сондай нетеді, ауыртады. Бірақ та осы жерде күндіз қорықпайсың жау оғынан дейді. Неліктен қорықпайсың? Өйткені сенің өміріңде сен білесің, жаратқан ие сенің панаң, және сенің қорғанышың. Және соны, мысалы, азанда тұрып, айтып, жариялап, сенсең, күндіз ешқандай оқ саған жақындай алмайды. Неге өйткені сен жарияладың Құдайдың сөзін. Сен айттың, Құдай менің қорғанышым. Жаратқан ие менің панам, және менің қорғанышым. Ол мені қорғайды. Ол мен осындай жамандықтан, ауыр індеттерден сақтайды. Сонда осы сөз сенің өмірінде қызмет етеді саған. Сені қорғайды, сені нетеді, қалай. Сондай ауыр індеттен, жамандықтан сақтайды. Және де неше түрлі осы әлемде апаттар болады, сондай апаттардан да Құдай сақтайды сені. Өйткені егер де сен Құдайдың сөзін жүрегінде қабылдап, қастерлеп, құрметтеп жүрсең, онда осы сөз сені ерекше қорғап сақтайды. Бірақ та егер де бір нәрсе болып қалса, бізде тағы да уәделер бар. Исаның жарақаттарымен біз сауықтырдық. Сондықтан ауру сен денеңде қалуға мүмкіншілік жоқ. Ауруды сен қуаласын. Ауруды сен Исаның атымен байлап, денеңнен қуып, Исаның сауықтырылған күшін, Исаны сауықтырған күшті қабылдай аласың Иса Мәсіхте. Қазір мен саған бауырым айтқым келеді. Құдай әке маған осындай сөз беріп тұр. Сен түнде жұмыстан шығып келе жатырғанда, сенің өміріңе жаңағы бір кісі деген, ол қыз бала саған жаңағы жабысып, сені зорлап тастаған. И сол жаңағы осы болған жаңағы өте қиын нәрсе сені ол қатты қинап, сол сені жаңағы сенің артынан қалай не сияқты қалай түнек, сол түнек сені контролировать етіп, сенің артынан қалмай жүр. Сол саған бостандық бермей, әрқашанда қорқыныш береді.
тап қазір мен саған айтқым келеді, Иса Мәсіхтің атынан сен бостандықтасың. Иса Мәсіхтің қанымен Құдай әке саған бостандық берді. Сол қорқыныштан, сол шайтанның түнегінен тап қазір сен бостандықтасың. Иса Мәсіхтің атынан. Исаның біз жариялаймыз, Исаның жарақаттарымен сен сауықтырылдың. Сенің жан дүниең жарақаттанған толықтай Исаның құдірет атымен сауықтырылдың. Әке, біз сыйынамыз, киелі маймен майлап, жан дүниесіне сол қорқыныштан толықтай бостандыққа шығарып, өзінің зор махаббатыңды сол жер, жан дүниесіндегі сол жерде ерекше толтырып, жаз. Тап қазір біз жариялаймыз, саулық келсін, бостандық келсін. Амин. Тағы да бір жас баланы көріп тұрмыз. Сен де қалай кеш қалып қойып, жаяу келе жатырғанда сені бір жігіттер соғып кеткен өте қатты. Сол соғып кеткеннен кейін сенде зақым басында, денеңе зақым келдірді. Сол зақым сені қатты ауыртпашылық алып келеді, саған басыңды ауыртады. Тап қазір мен айтқым келеді саған, Иса Мәсіхтің жарасымен сен саулықтың, толықтай саулықтың. Сол зақымдар Иса Мәсіхтің жарасымен саулықты. Құдіретті күшті Құдайдың күшімен біз босатамыз. Құдайдың киелі күшін, құдіретін тап қазір сенің басындағы зақымды толықтай сауықтырып атқан. Иеміз Исаның атымен. Амин. Шайтан ұрлап кеткен сенің денсаулығыңды, шайтан ұрлап кеткен сенің тыныштығыңды Құдай әке жетесе әкеліп береді саған Иса Мәсіхтің атынан. Біз сыйындық. Аумин. Аллилуйя. Біз аяқтаймыз? Да, біз аяқтайық осы забырды қазір. Сондықтан Құдай әкеміз жарылқасын сені. Біз әлі де жалғастырамыз осы. Қайтып келеміз. Қош сау болыңыздар. Құдайдың тыныштығымен. Аумин.